Ханымдар, ендігі тапсырма баннер жасауда. Баннер жасау 100% маңызды. Таргетте, яғни баннеріңіз өтімді болатын болса, міндетті түрде клик саны өте көп болады. Бірінші, мына приложение тұр, Canva деген, соны көшіріп алып. Осылай айналып тұрады, и үстіңгі жағын басып жіберсеңіздер бірден ашылады. Мына жерде қараңыздар да, неше түрлі формада, яғни міне публикация в Instagram, сіздердің посттарыңызға шығатын, сториске салатын да, ваши истории деген презентациялар жасауға, пригласительный жасауға болады да. Қараңыздар, фотоколлаждар, открытка, меню барлығын жасай беруге болады да, Canva приложениесімен. Енді қараңыздар, таргет жіберу үшін негізгі форма, публикация в Instagram дегенді таңдасаңыздар, барлық жерде көрінеді, стористе де, постта да. Мысалы, қарап отырсаңыздар, өте түрлері көп. Осы жерден біреуін таңдап алайық та. Қазір біреуін таңдап алайын. Мысалы, мен қазір таргетке жарнама жасайтын боламын да. Мысалы, мына әйел адамның суретін алайық. И мына жерге жазамыз. Үстінен басамыз да. Өшіріп тастаймыз. Таргетті үйрене алмай шаршадым ба? Үйрене алмай міне, таргетті үйрене алмай шаршадым ба деп сұрақ қойып тұрмын. Одан кейін добавить текст дейміз. Таргет рекламасын тек бүгін тегін үйретем. Таргет рекламасын тек бүгін тегін үйретем. Тек бүгін тегін үйретем. Енді одан кейін әрекетке шақыруымыз керек. Мына жердегі текст үстін басамыз да, удалить етеміз да, подробнее бас. Подробнее бас. Қарап отырсаңыздар, подробнее бас деген кезде, мысалы, шрифттерді ауыстыруға болады да. Неше түрлі шрифттер бар. Одан бөлек, шрифттен бөлек цветін өзгертуге болады. Өздерінің талғамдарыңызға қарай. Барлығын өзгерте беруге болады. Одан бөтен мына жерде цвет фон бар ғой. Қараңыздар, фон ақшыл болып тұр, бұл фонның цветінде өзгерте аласыздар, неше түрлі қылып. Өзіңізге ұнағанына қарай. Мысалы, цветті алса, жақсы көрініп тұрды. И жоғарыдағы стрелка тұр ғой, төменге қарап тұрған, соны басасыздар да, сохранить дейсіздер. Міне, готовим дизайн деп шығады, и ол галереяда сақталып тұрады, күтесіз. Міне, сақталды. Енді галереяға кіреміз, қараңыздар. Міне, галереямыз осылай сақталып тұрады. Барлықтарымыз осылай өздеріңіз Canva приложениесіне кіріп, баннер жасап, маған кейін қарай жібереміз.